Қызым, мен құймалы ою өрнек жасап отырмын. Бұл бабамыздан атаға, атадан ұрпаққа тарап келе жатқан қол өнер өнегесі. Бұны кезінде бабаларымыз алтыннан, күмістен және қорғасыннан құйған. Мінекей, қара. Әкесін қандай әдемі. Енді бұл сырғалардың жүзіктердің сырын анашыңнан сұраймыз. Жүре ғой қызым, анашыңнан әшекей мен бұйымдардың сыры мен тарихын сұраймыз. Мама, әкемізді көрді. Ой, қандай әдемі. Келе ғой құлыным. Сенің әкең зергерлік бұйымдар шебері ғой. Енді жаныма жақындап отыра ғой. Мына сандықта сенің әкеңнің жасаған бұйымдар, құймалары мен шеберлік, зергерлік бұйымдары бар. Саған деп жасап қойған. Анасы, мама. Қызым, бұл қазақта қыздардың бойына тағатын бойтұмар деп аталады. Анасы, мынау. Бұл қыздардың шашына екі өрік қойып, шаштарына тағатын шашбауым деп айтылады. Шашбау деп айтылады. Ал ендеше қызым, келе ғой. Мұнда біз екеуміз сенің басыңа тағатын әдемі әшекейлік деген әшекей бұйымды жасаймыз. Бізге керекті мынау шынжыр тізбек керек. Осы шынжыр тізбекпен, мына ілмектермен және мынау әдемі оюлардың көмегімен шекелік деген әшекей бұйымды жасаймыз. Кел екеуміз бірге жасайық. Сен маған көмектесе ғой қызым. Саған қандай ою өрнектер ұнайды? Көрсетші маған. Қызым, жаса. Міне. Енді маған қандай ою өрнектер ұнайды, алып келші. Қысқыштың көмегімен ілмектерді салып. Алтыным сол, сен де қазақтың салт дәстүрін санаңа құйып, саналы ұрпақ болып өскейсің. Әке көрген бол жаңа, ана көрген болып жер дегендей. Сен де әкең мен анаң секілді өнерлі, шеберлі қыз болып өскейсің. Міне, осы жасаған шекелігімізді сенің қасыңа тағып көрейін. Қандай әдемі болып шықты, я қызым? Кәне қызым, тұра ғой. Қызым, есіңде сақта, бақыттың кілті еңбекте. Жанында әрқашанда сақта ұмытпа. Келе ғой, маңдайын иіскеле.